Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Еретик атты фильмге шолу жасаймыз. Екі жас қыз ер адамды өз діндеріне қоспақ болады. Бірақ ер адам барлық діндердің білгіші болып шығып, қыздардың сенімдерін сынаққа алады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Фильм екі шіркеу миссионерлерінің әңгімесінен бастау алады. Олар Барнс әпкей мен Пакстон әпкей. Қыздар кітап пен ұятсыз фильм жайлы талқылауда. Пакстон фильмге түсіп жатқан актрисаның түрінен өз-өзінен жиіркеніп қалғанын байқаған. Сол себепті жан дүниенің барына түбегейлі сенген. Екеуінің мақсаты шіркеуге адам тартып уағыз айту. Қыздар шайтан арбаларын сүйреп, кездескен адамдарға үгіт насихат жүргізуге тырысады. Бірақ оларды ешкім тыңдап жатпайды. Жол бойында бағдаршамда тұрғанда еріккен жас қыздар Пакстонға жақындап көйлегін төмен түсіріп жібереді. Бұдан кейін қыз өзін өте ыңғайсыз сезініп қалады. Қапалы қыздар шіркеуге қызығушылық танытқан Рид мырза тұратын үйге келеді. Шайтан арбаларын шарбаққа бекіткен қыздар нөсер бастала үйдің есігін қағады. Қыздар үгіт насихаттарын бір қайталап естеріне түсіріп дайын тұрады. Үй иесі Рид мырза есікті аша сала, қыздар тездете не үшін келгендерін айта кетеді. Жаңбыр жауып тұрғандықтан ер адам қыздарға үйге кіруді ұсынады. Бірақ шіркеу қызметкерлері әйелі жоқ ер адаммен жеке қалмауы керек. Рид мырза әйелі үйінде екенін айтып, қыздарды үйге кіргізіп, жайғастырып, ас үйіне кіріп кетеді. Қыздар бөлмені қарап тұрып, қабырғада ілулі тұрған "бір күн өтті, Құдайға шүкір" деп жазылған жазбаны көреді. Артынша үй иесі сусын мен майшам әкеліп үстел үстіне қояды. Қыздар әйелінің осы жерде болуы керектігін айтқанда, ер адам оның көкжидек бәлішін дайындап болғасын келетінін айтады. Рид мырза қыздардан бұл дінге қалай келгендерін сұрайды. Барнс әкесі өлгеннен кейін анасы дінге бас ұрып, бірнеше шіркеулер арасынан мормондарды таңдағанын айтады. Қожайын да ұзақ уақыт бойы қай діннің ақиқат екенін анықтау мақсатында зерттеу жүргізген. Ол Джозеф Смиттің мормондар жайлы кітабын егжей-тегжейіне дейін зерттеген. Рид Барнстан әкең ана өмірден сенімен байланысқа шықты ма деп сұрайды. Орнаған ыңғайсыз жағдайды ретке келтіру үшін Пакстон өзі өлгеннен кейін көбелекке айналып жақындарының маңында ұшып жүргісі келетінін айтады. Рид артынша мормон дінінде бар көп әйел алу жайлы сұрақ қояды. Кезінде мормонизмда көп әйел алуға рұқсат болған, бірақ кейін оны алып тастаған. Барнс бұл сұраққа кезінде шіркеудегі адам санын көбейту үшін жасалған дүние екенін атап өтеді. Рид мырза тез дайындалатын фастфуд тамағына әңгімені ауыстырып, теологияны арзан тамақпен салыстырады. Жылдар бойы неше түрлі дінді зерттеген ер адам кемшіліктерінен жүрегі айнетындай халге жеткен. Барнс осы сәтте мормондар әдебінен озбай әйелін осы жерге шақыруын сұрайды. Ер адам кеткеннен кейін олар бұл жердің біртүрлі екенін алға тартып кету керек деген шешімге келеді. Оның үстіне үстел үстінде тұрған майшам көкжидек бәлішінің иісін шығаратын болып шығады. Солай қыздар өздеріне басшылары хабарласқанын сылтау етіп кетпек болады. Бірақ шайтан арба бекітілген құлпының кілті Барнстың күртешесінің қалтасында, ал күртешені ер адам ішке алып кеткен. Олар не болса да кетейік деп сыртқа шықпақ болғанда есік ашылмайды. Барнс ер адамға мүлдем сенбей, Пакстонға таныстарына хабарласуды сұрайды, бірақ байланыс жоқ. Ақыры сыртқа шыға алмайтындарын түсінген қыздар ер адамды шақырмақ болады. Осы сәтте жарық өшеді. Екеуі қорқынышты үйге аяңдай кіріп, кітапханадан Рид мырзаны табады. Екеуі басшылары шақырып жатқанын айтып кету керектігін алға тартады. Қыздар күртешелерін киеді. Шайтан арба кілті Барнстың қалтасынан Пакстонның қалтасына ауысып кеткен. Қыздар үй иесінен сыртқы есікті ашып беруін сұрайды. Рид мырза оларға ол есік таймермен жұмыс жасайтынын, оның уақытын ауыстыруды ұмытып кеткендіктен ол қазір ашылмайтынын айтып, енді тек артқы есіктен шыға алатындарын жеткізеді. Ер адам қатты қобалжып тұрған қыздарды сыпайы түрде сабырға шақырып, өздеріңіз шешім қабылдаңыздар дейді. Рид мырза оған қоса қыздарға қоңырау келгені өтірік екенін біледі. Өйткені бұл үйде байланыс жоқ. Қыздар әйелін шақыруын сұрағанда, ер адам өтірік айтып тұрғаныма бірнеше дәлел болса да, әлі шынымен оның барына сенесіңдер ме деген сұрақ қояды. Оның өтірік айту себебі ақиқатты айтып тұрғандай түр жасап алып сөйлейтіндердің барлығы ақиқатты айтпайды деген ой тастау. Қожайын қыздарға екі есіктің бірін таңдауды ұсынады. Барнс біреуін ашып көріп, қайта бекітіп, екіншісін ашады. Есік артында жер төлеге бағытталған баспалдақ. Пакстон бірінші есікті қайта ашып көреді. Ол жерде де төменге түсетін баспалдақ. Қыздар басшыларының өздерін іздейтінін айтады. Бұл уақытта ол шынымен миссионерлердің тізімін қарап, екі қыздың әлі қайтпағанын аңғарады. Рид қыздарға екі есіктің бірі үй артындағы жарға апаратынын баяндауда.
бірақ дұрыс есікті табу үшін оларға таңдау жасау керек. Қожайын осы сәтте есіктердің бағытын анықтау үшін қонақтарына қойылым қоя бастайды. Ол музыкалық таспаны қосып, үстел үстіне монополия ойынының бірнеше нұсқасын қояды. 3 түрлі монополияны иудаизм, христиан және ислам діндерінің кітаптарының маңына қойған Рид мырза бұл діндер мен ойын тәртібі бір түпнұсқадан тарағанын айтады. Таспада ойнап тұрған түпнұсқа өлеңде кейін шығып танымал болған көшірме секілді дін мен ойынның шын мәнісінде тамыры бір екенін баяндауда. Солай Рид мырза кейін шыққан көшірмелер неліктен түпнұсқадан танымал деген сұрақ қояды. Оған қоса көп дінде Иса пайғамбар туған күні 25 желтоқсанда 10-нан аса әулиелер пайда болғанын алға тартады. Ал Иса пайғамбар өлгеннен кейін тірілгені жайлы аңыз әпсана біздің заманымыздан мыңдаған жылдар бұрын пайда болған. Ер адам сұрақтарына өзі жауап береді. Барлығы маркетингке байланысты. Мысалы Барнс мен Пакстон әпкейлер секілді мыңдаған адамдар үйді аралап діндерін жарнамалауда. Рид мырза ұсынған мысалдарын үстел үстінен лақтырып жіберіп, есіктерге сенім мен күмән деген жазу жазып, бір есікті таңдауды ұсынады. Ол таспаны ауыстырып жатқанда Барнс хатты ашатын бәкіні қалтасына салып алады. Пакстон қожайынның сөзі өзін күмәндендіріп тастағандай түр жасап, күмән есігін таңдайды. Бірақ Барнс сенімнен қайтпайтынын алға тартады. Өйткені оның мысалындағы діндер мүлде бөлек. Ал дінді ойынмен салыстыру масқаралық. Солай құрбылар сенім есігін ашып төмен түседі. Ал Рид мырза болса есікті жауып, оларды қараңғыда қалдырады. Екеуі телефон жарықтарын жағып, төменде тағы бір есікті ашып, төбесі биік, әрі тесік, ортасында орындық пен үстел тұрған бөлмеге кіреді. Олар күмән есігін таңдаса да осы жерге келетін еді. Пакстон қатты қорқып жыламсықтанып тұрғанда Барнс әрекетке көшіп, орындықты үстелдің үстіне қойып, терезеге созылады. Бірақ жете алмай, тек шеге қағылған тақтайды жұлып алады. Олар аяқ алыстың дыбысын естіп үстелдерді қайта орнына қояды. Барнс құрбысына бәкіні беріп, белгі бергенде сұғып ал дейді. Сол сәтте бұл бөлмеге шам мен бәліш ұстаған бет-аузы жабық бір мақұлық келіп, үстелге көкжидек қосылған бәлішті қойып, өзі терісінен мінәжат жасап отыра кетеді. Миссионер қыздар байланыс құрылғысы арқылы музыканы естиді. Рид мырза патефонда музыка қосып, үй көшірмесіне мүсіндерді орналастырып отырады. Барнс осы сәтті пайдаланып, ашық тұрған есіктен жоғары көтеріліп, есік астынан еденде жатқан сіріңке қорабын көреді. Бірақ ештеңе істеп үлгермейді. Рид мырза байланысқа шығуда. Жертөлеге қайтқан Барнс ер адаммен сөйлесуде. Ер адам оранған адам Құдайдың жіберген нағыз пайғамбар екенін айтады. Қожайынның айтуынша, көп жыл ізденістен кейін ол нағыз дінді тапқан. Ол барлық діннен өзгеше. Дәлел ретінде ер адам қыздарға нағыз кереметтің куәсі болыңдар дейді. Қыздар Ридтің пайғамбары үстел үстіне отырып, уланған бәлішті жеп, жерге құлағанын көреді. Қожайын қыздардан әйелдің өлі тірісін анықтауын сұрайды. Барнс әйелдің тамырын басып, Ридтің пайғамбарының өліп қалғанын айтады. Олар күтіп тұрғанда Рид әйелдің қайта тіріліп, өлімнен кейін не болатынын айтып береді дейді. Осы сәтте күтпеген жерден есіктегі қоңырау қағылады. Мормондардың басшысы қол астындағы екі қызды іздеп келген. Қыздар сыртқы есік ашылғанда айқайлауға дайын тұрады. Бірақ ер адам есікті жауып, сыртқы есікті ашатын құпия құлпын ашады. Қожайын ер адамға ешкімді көрмедім деп алдап жатқанда, қыздар есік астындағы саңлау арқылы кілемшені тартып, сіріңкені алып, от жағып, басшыларына белгі бермекші. Мормондар басшысы қыздардың шайтанарба бекіткен шарбағынан шығып кеткенде, қыздар бірнеше тал сіріңкені алып асыға түседі. Пакстон өлі әйелдің денесі қозғалғанын аңғарған. Бірақ Барнс жай солай көрінгенін алға тартып, от жағуға әрекет жасайды. От жаға алмай отырған қыздарға кенеттен қайта тірілген әйел келіп, жанған сіріңкеге бір сұйықтықты құсып жібереді. Әйел оларға жарық пен бұлтты көргенін айтады. Ал соңғы сөзі бұл ақиқат емес еді. Артынша Рид мырза келіп қайта тірілгенді басқа бөлмеге алып кетеді. Содан кейін тұтқындарынан әйелдің не айтқанын сұрайды. Ер адам қыздарға өлімнен кейін өмір барын өз көздерімен көре алатындарын айтады. Бірақ Барнс оған сенбейді. Қыздың ойынша ер адам оларға өлімді өздері қабылдауға итермелеп жатыр деп ойлайды. Ол да бала кезінде комаға түсіп, әйелдің айтқан дүниесін көрген. Бұл дүниені өлім аузында қалғандардың көп айтатындықтан санада қалып қоятын дүние. Рид мырзаны сөзбен жеңіп бара жатқан Барнс белгі беретін сөзді айта бастағанда өткір жүз тамақты орып жібереді. Бірақ Пакстон Ридті бауыздамады. Рид Барнстың тамағын кесіп жіберді. Құрбысының қансырап жатқанын көрген Пакстон жоғарға көтеріліп жан ұшыра айқайлауда. Бірақ ес құлыптаулы.
Қыз қайта оралғанда Рид құрбысының қайта тірілетінін айтады, бірақ олай болмағанда қыздың қолындағы тыртығынан кесіп бір затты алады. Ер адам Барнс негізінде адам емес, программа, ол қайта тірілмейді, мәселе осында дейді. Рид мырза қызға көбелек ұйқысы деген теорияны түсіндіреді. Олар қазір ұйқыда, ал өлгеннен кейін нағыз өмірде оянады. Ал Барнс адам болмағандықтан ол шынайы өмірде жоқ, сондықтан қайта тірілмеді. Бірақ Пакстон онымен келіспейді. Оның ойынша қыздың қолындағы зат бала көтеруді тежейтін зат. Қыздың ойынша Рид мырза көз бояушылық жасаған. Олар сіріңке алумен әлек болып жатқанда өлген әйелді ауыстырып жіберген. Бірақ ауысқан әйел бұл шындық емес дегені Ридқа басқалай әрекет жасауға итермелеген. Сондықтан қожайын жертөледе онда тағы шығатын жер болу керек қой деп табуды ұсынады. Пакстон бөлмені жақсылап қарап, төбеден аққан су үстел астына ағып кетіп жатқанынан қарады. Қыз төменге апаратын жер астындағы бөлмені табады. Рид оған төмен түсіп өз көзімен нағыз дінді көруді ұсынады. Пакстон төмен түсіп жерде жатқан өлікті табады. Рид артынша қақпақты жауып тастайды. Қыз неше түрлі дін белгілері салынған есіктен өтіп, шайтан арба бекітпесімен бекітілген есікке келіп тіреледі. Ол бұның барлығын Рид жоспарлағанын түсініп, қалтасынан кілтті алып есікті ашады. Есік артында тар торға жабылған бірнеше әйел пайғамбарлар өлімдерін күтіп жатыр. Қожайынның өзі болса басқа есіктен оларды суғару үшін кіреді. Пакстон оған қу жоспарының барлығын түсінгенін айтады. Бұның барлығын діннен көңілі қалған теолог жас қызға жалғыз дін бұл басқару екеніне сендіру үшін жасаған. Рид оның сөзін растап, барлық діндер адамдарды басқару үшін ойлап табылғанын айтады. Оған қоса қызға басқалары қалай өмір сүріп, не жеп, не киетіне дейін басқалары айтып бақылау жасауда. Осы сәтте қыз бәкіні есіне түсіріп, ер адамның мойнына қадап тастайды. Қожайынды қансыраған күйі тастаған қыз сыртқа қарай жүгіреді. Бірақ шығар жерді таппағаннан кейін құрбысының денесі жатқан жерге келеді. Ол жерде жаралы Рид қыздың ішіне пышақ ұрады. Қызды мысқылдаған ер адам дұға оқуын сұрайды. Қыз оған дұға жайлы болған эксперимент жайлы айтып береді. Ауру адамдар екі топқа бөлінген. Біреулері үшін дұға жасаған, ал екінші топ үшін жасамаған. Бәрі күткендей дұға еш нәтиже бермеген. Бірақ ол дұға басқа біреудің қамын ойлағанмен тең екеніне сенеді. Қыз солай екеуі үшін дұға жасап жатқанда Рид оған жақындап соңғы соққысын жасамақ болады. Осы сәтте ер адамның басына шеге қағылған тақтай келіп тиеді. Өлім аузындағы Барнс соңғы демімен құрбысын құтқарған. Ол аман қалған құрбысының қолында жан тапсырады. Пакстон өлілерді жертөледе қалдырып, үй көшірмесін жақсылап қарап, сыртқа шығатын жерді табады. Қыз дауылдан кейін тыншыған қармен келеді. Ауырсынудан жерге отырған қыз қолына көбелек келіп қонғанын көреді. Ол өлгенде көбелек болуды армандаған. Кенет көбелек ғайып болады.